Көптеген адамдар фу, астым сасиды. Күйеуімде жыныстық қатынас кезінде астың сасып қой, жуынып келсеңші деп айтып жатады. Не істеймін деген астынан шіріген балықтың иісі сияқты сасық выделениялар шығып жатады. Ол қыздар жумбағаннан емес, көбінесе ол бактериальный вагиноз деген астында өмір сүретін горнорелла деген микробтың көбейіп кетуінің салдарынан болады. Жыныстық жолмен жұғатын әртүрлі инфекциялардың кесірінен де болуы мүмкін. Сәлем алтындарым, біз бүгін өте бір щепетильный қызық тақырып сасық иіс жайында айтамыз. Сондықтан, егер сіздің астыңызда қандай да бір жағымсыз иіс шығып жатса, мазок тапсыруды ұмытпаңыздар. Және қыздар, жеке бастың гигиенасына өте қатты көңіл бөлсеңіздер. Енді бізде ислам діні бойынша әйел 5 уақыт, әйел болсын, еркек болсын, дәрет алып 5 уақыт астын жуып отыру керек, жылы таза сумен. Енді бірақ кейде намаз оқымайтын адамдарға хотя бы күніне таңертең және кешке 2 уақыт дәрет алуды кеңес беремін. Қазір көпшілік адамның үйінде душ бар, жылы су бар, биде бар. Дым болмаса құмғанға су алып жуыну мүмкіндігі бар. Сондықтан ол бір сондай проблема емес. Су бар барлық жерде, Аллаға шүкір. Жылы суды құйып, электрочайникпен суды араластырып, жылы сумен еркек те әйел де дәрет алып тұрғаны жөн. Және жеке бастың гигиенасына келетін болсақ, қыздар, егер сізде сондай бір слишком көп выделениялар, өзі сондай бір әйелдер болады, секрециясы көп деп, мысалы, бір адам тершең болады, бір адам қанша шай ішіп, тамақ ішіп, сорпаланып жатса да терлемейтін адамдар да болады. Енді әркімнің жаратылысы әртүрлі. Сол сияқты выделениясы да көп адамдар болады, выделениясы аз адамдар да болады. Табиғаты әртүрлі. Енді көптеу адамдарға мен всегда айтам, интимный мылыларды қолданыңыздар. Өйткені горнорелла деген микроб, қыздар, оларды азайтып отыруымыз керек. Біріншіден иммунитетімізге байланысты. Егер иммунитетіміз әлсіресе, ол қай кезде? Жүктілік кезінде, бала емізу кезінде біздің иммунитетіміз қатты әлсіреп кетеді. Сондай жағдайларда иммунитет әлсіремес үшін иммунитетімізді көтеріп отырсақ, астымыз сасымайды. Өйткені біздің иммунитет горнорелла деген инфекцияны басып отырады. Енді горнорелланы полностью өлтіріп жібере алмаймыз. Бізбен бірге өмір сүретін микроорганизм тек қана біздің әлсірегенімізді күтіп отырады. Әлсіреген тұста бізге қарсы жұмыс жасайтын болады. Және солардың өмір сүру барысында сондай сасық иіс өндіреді. Сондықтан әйелдің астынан жағымсыз иіс шығады. Енді қандай гигиеналық шараларды қолдансам болады? Қандай гигиеналық заттар бар? Соны мен сіздерге дайындап қойдым. Арнайы гигиеналық осындай мылылар болады, қыздар. Мысалы, я самая интимейт, мысалы, мынау интимный гигиенаға арналған, а мынау для чувствительной кожи арналған, біреуі мысалы гипоаллергенный. Осындай арнайы интимный мылылар. Бұны бір алып қойсаңыз, қыздар, сізге ұзақ уақытқа жетеді. Астыңызды хотя бы күніне бір уақыт осындай интимный нәрселермен жусаңыздар болады. Мысалы, мынандай интимный мылылар болады, өзіңізге иісі ұнаған, түрі ұнаған нәрселерді, мысалы, бәрін қолданып көріп, іштен таңдап алсаңыздар болады. Өйткені әркімнің терісі ол әртүрлі. Сосын кішкентай балалардың, кішкентай қыздардың гигиенасы жайында айтқым келеді. Қыздарды көбінесе мамалары кішкентай кезінде қарайды, памперсте жүргенде кейін уже почему-то қыз баланы жуындыруды ұмытып кетеді. Қыз баланы обязательно күніне хотя бы, қыздар, бір рет жуындыру керек, хотя бы. А вообще азанда кешке дәрет алуды өзіне де үйретсеңіздер болады, және өзіңіз де қадағалаңыздар. Және арнайы pH-ті реттеуге арналған, 3 жастан асқан қыз балаларға арналған интимный мылылар болады. Яғни кейде мамашалар қыздарын алып келеді, прям анау қыз балалардың кішкентай болсын, выделениялар, жаңағы ағатын нәрселер болады, прям андай жыныс еріндеріне қатып қалады. Даже үлкен қыздар келеді, әйелдер келеді, креслоға шығып жатқан кезде прям охота барды жуынып келші алдымен. Содан кейін кірші деп айтуға прям айтқым келіп тұрады. Енді әрине маған Қазақстан түкпір-түкпірінен келгендіктен мен түсінем. Біреу мүмкін поезден түсіп келген шығар, самолеттан түсіп келген шығар деп, бірақ хотя бы влажный салфетка, гигиеналық заттарды қолдану, қыздар, ол прям необходимость, өйткені хотя бы туалетке барған кезде, мысалы, сіз гинекологқа бара жатсыз, өзіңіз үшін просто влажный салфеткамен әдемілеп сүртіп қойсаңыз, хотя бы да андай выделениялар уже жыныс ернеуіне слой болып қатып қалмайды. Сосын ер адамдар оны бәрібір көреді, бризгать етеді. Сол үшін сіз өзіңіздің жыныс органыңызды қалай жақсы көрсеңіз, күйеуіңіз сізді солай жақсы. Егер сіз өзіңізді жыныс органыңызда фуй, жеткенішті, қойшыған қарағым келмейді деген сондай ойда болсаңыз, не үшін сіздің күйеуіңіз сіздің жыныс органыңызды жақсы көру керек? Ол да фуй деген сияқты сізге қарайтын болады.
Өйткені сіз өзіңіздің орныңызға фу деп қарасаңыз, ну айналаңыздағы адамдар да сізге фу деп қарайтын болады. Сондықтан осындай гигиеналық заттарды қолдану қыздар. Сосын мысалы более серьезный осындай да гигиеналық заттар болады. Natural organic, то есть бұлар да астыңызды жууға арналған интимді заттар қыздар. Енді бұлардың түрлері өте көп, толық танысқым келеді, білгім келеді десеңіздер, оған біздің Жанна Шоп деген арнайы парақшамыз бар Инстаграмда. Ссылкасын осы жерге қойып кетемін, соған кіріп қарасаңыздар болады. Жалпы өздеріңіз басқа жақтан іздесеңіздер де болады. Бүгінгі таңда қыздар 21 ғасырда Аллаға шүкір кең арсеналды көп зат бар. Көп заттың ішінен өзіңізге ұнайтын заттарды таңдап алып, соны өзіңіздің мақсатыңызға қолдансаңыз болады. Иіс шығарып сасып жүру бүгінгі таңда ол дұрыс емес. Және оны бір нормальный процесс есебінде жүре беретін әйелдер де болады. Сосын айтады, астым сасып жүр, сол үшін келдім. Қанша уақыт болды? 3 ай болды. 3 айдан бері қыздар ойлаңызшы, сіз неше рет жыныстық қатынаста болдыңыз? Сіздің күйеуіңізде уже қандай сізбен сасық иіс екеуінің ассоциациясы қалып қояды. Әйелі деген кезде оған жыныстық қатынас, әйелімен спальня деген кезде уже сасық иіс келуі мүмкін да. Өйткені мысалы бір адам елестеткен кезде сіз егер оның духи иісін киімін елестетсе, егер жыныстық қатынас тем более свет өшіп тұрса, ол кезде біздің зрительный емес, көбінесе обонятельный иіс сезу, құлағымыз, сондай нәрселер обостряться етеді. Вот сол кезде сіз күйеуіңізбен, яғни 3 айдан бері сасық иіспен жыныстық қатынасқа түсіп жүрсеңіз де, өзіңіз ойлаңызшы, уже сіздің күйеуіңіздің сізге деген кішкене сезімі өше бастайды. Яғни ол бір сасық иіспен ассоциация. Енді ол неприятно ғой, сізді күйеуіңіз еске алған кезде әдемі хош иістер, осындай әдемі интимный мыломен жуынып, әдемі иіспен барсаңыз, жаңағы сасымай, сіздің күйеуіңіз сізбен әдемі иістер. Мысалы бізде арнайы свечалар бар аромада. Қазір мен оны көрсетіп өтейін. Сонда сіздің күйеуіңіз сасық иіспен емес, әдемі иістен комнатаға кірген кезде қыздар, арнайы, енді біреуіңіз білсеңіз, біреуіңіз білмеуіңіз мүмкін, арнайы осындай хош иісті свечалар бар. Сіздің күйеуіңізге және өзіңізге ұнайтын әртүрлі свечаларды алсаңыз болады. Мысалы, мынау ванильдің иісімен, мынау персиктің иісімен, ал мынау болатын болса аромат яблоки и корица дейді. Мынау кәдімгі жасыл алманың иісін мен айта алмаймын қыздар, жасыл алманың иісі керемет. Мынау мінекей лаванданың иісі, қараңыздаршы, түрлері де әртүрлі, иістері де әртүрлі. Маған енді қатты ұнайтын ол персиктің иісі. Айта алмаймын қыздар, енді иіс жалко, видеомен иісті ощущениесін бере алмаймыз. Бірақ осындай свечаларды, бір күні алманың, бір күні корицаның, әртүрлі свечалар, бұлар қол жетімді бағадағы бір аспандағы ай емес, қойып, өзіңізге сондай бір әдемі атмосфера. Бірінші кезекте өзіңізге приятно. Жыныстық қатынаста, спальнеңізде әдемі жұпар иіс, күйеуіңізге де қандай приятно. Жұмыстан кейін ол басқа жаққа емес, именно үйге, спальняға асығып тұратын болады. Және қыздар, еркек адам болсын, әйел адам болсын, біз иіс құмар екенбіз. Жануарларды қараңыздаршы, ол бекерден бекер бірін-бірі иіскемейді. Ол жерде үлкен гәп бар. Яғни арома магия деген бар, то есть әдемі иістермен еркектерді феромондармен еліктіруге болады. Мысалы, мынаның барлығы феромон қосылған иіс сулар қыздар, еркекті еліктіруге арналған. Мысалы, мынау унисекс, еркек те әйел де жағуға болады. Бұл еркектің де әйелдің де феромон арттыруға арналған. Ал мынау мысалы әйелдер жағуға арналған, мынау тоже әйелдерге арналған. Мынандай кішкентай түрлері де бар, мысалы қолданып көруге арналған әйелдер және еркектер жағатын түрлері бар. Мынау көк еркектерге, ал мынау әйелдерге. Вот. Осындай неше түрлі иістер қыздарды, бағалар өте қол жетімді, бір тиын тебетін тұратын дүниелер алып жағып не көрмеске өмірде бір-ақ рет келеміз. Мысалы, мынау еркектердің жағуына арналған. Еркектер күйеуіңіз кешке келді, күйеуімді ұнатпаймын, күйеуіммен қозбаймын дейтін әйелдер, күйеуіңіздің киімдеріне сеуіп қойыңыз. Күйеуіңіз соны үйге келген кезде кисін, сіз ана иісті иіскеп, өзіңізге ұнайтын иіс деп рахаттанып, кайф алып жатасыз. Сосын примерно күйеуіңізге ұнайтын иісті өзіңіздің іш киіміңізге, спальнеңізге жағып қоясыз, постельный бельоңызға, И еркек бейсаналы түрде ол сезінбейді, жұмыстан шықты, болды, үйге асығып тұрады. Спальнина барып, сол жерде бір райский наслаждение сияқты сол жерде тұрады. Потому что ол жерде әдемі жұпар иіс, әдемі свеча, әдемі обстановка күтіп тұрады, Ал енді үйінде алба-долба, шыртық халатын киіп алып, қайда жүрсің, не істеп жүрсің, ақшаң қайда, неге ақша аз деп миын шыртып отыратын әйел отса, ой, лучше мен достарыммен қаңғып келейін. Лучше и сол жақта қаңғып жүріп, бір қызға жолығады, сөйтіп ортасында любовница пайда болады қыздар.
Поэтому еркекті наоборот үйге әдемі қылып шақырып алу керек. Содан кейін барып оны шабыттандырсаңыз, ол өзі-ақ ақшасын сізге қалай бергенін түсінбей қалады. То есть өзіне стимул пайда болады, иә. Әйелін бағуға, бала шағасын асырауға, өзін еркек сезінеді, өзіне жауапкершілік ала бастайды. Оның барлығы тұнып тұрған негізі тәрбие. Қыз балаға сон нәрселерді үйрету керек. Яғни ер адамды қалай ынталандыру керек, ал ер адам әйелін қалай дұрыс қанағаттандыру керек. Оның бәрі жыныстық тәрбие, қыздар. Өкінішке орай көп нәрсені біз кейін біліп жатамыз. Өте қарапайым дүниелер, бірақ пайдасы ұшан теңіз. Ер мен әйел бірге үйленгеннен кейін, отбасын құрғаннан кейін бақытты өмір сүруге міндетті және лайықты деп есептеймін. Ажырасып, ұрсысып, соғысып жатқаннан көрі қарапайым дүниелерді жасап, бір-бірлеріңіздің құмарлықтарыңызды ашып, бір-бірлеріңізге секси болып жүрген қандай керемет. Все, қыздар, қоштасам, сіздер қандай иістерді қолданып жүрсіздер, жаза кетіңіздер. Күтемін комментарий.